Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге алтын, бүгін сіздермен күлшенан жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен 200 мг сүт, 200 мг су қажет болады. Сүт қатты ыстық болмау қажет. Бір қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды саламыз. 2 ас қасық құмшекер салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. 600-700 грамм ұнымызды саламыз. Қамырымыз қатты болмауы қажет. Осылай жақсылап илеп, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, бетін жауып. Осылай ашығасын бөлшектерге бөліп, противенге қамырларымызды салып, ортасын жақсылап басып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, осылай ортасын тағы да басып шығамыз. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер болады, өте әдемі шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешімізге нанымызды саламыз. Осылай әп-әдемі қып-қызыл нандарымыз шығады. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.